Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Джон Эппорт таяқшалары арқылы есептеулер жүргізетін боламыз. Бұл бізде 4-ші сабақ. Бүгін біз көбейту мен бөлуден бөлек түбірден сандарды шығаратын боламыз. Оған дейін біз мына көбейтудің және бөлудің таяқшаларымен таныспыз, ал түбірден шығаруға өзара арнайы таяқшалар енгізілген және бұл экранда көрсетілген. Біз қазір осы таяқшаларды қолданатын боламыз. Және қазір түбірден шығаруға есептерді бастайық. Ең алдымен қарапайым бізде 1, 9, 16, 36 дәл сол сияқты сандардың түбірлерін білеміз, қарапайым түбірлерді. Енді үлкен сандарда біз қалай түбір шығарамыз деген есептеулер жүргізейік. Бірінші мысал, түбір асты. Мысалға 1849. Мысалы мен бұл саннан түбірден неше шығатынын білмеймін. Енді қалай есептеймін? Бірінші түбірсі жазып аламын және түбірден шығаратын сандарды мен жұптастырам. Егер тақсан болатын болса, ең соңына 0 санын тіркейтін боламын. Берілген санды бізде жұп болып тұр, сондықтан екі жаққа жұпталды, біреуі 18 және 49. Енді біз түбір таяқшаларын қарайтын болсақ, мұнда еселіктері және 2-1 деген таяқшалардан тұрады. Осы жерден ең алғашқы 18 деген санды бірінші таяқшадан іздейтін боламыз. Қай аралықта орналасқан? Қарайтын болсақ, біз 4 пен 5-тің арасында орналасқан және сондықтан 4 деген қатарды аламыз. 4 деген қатарды алғаным үшін осыдан 16 санды азайтамын. 18-ден 16-ны азайтқанда 2 және қалған екінші жұпты 2-нің қасына түсіретін боламын. Енді бізде 4-ші қатарды алғандықтан 16 санның қасындағы санға мән береміз. 8-ші сан болып тұр, яғни бізге 8-ші таяқша керек деген сөз. 8-ші таяқшаны алайық. Бізде 8-ші таяқша бұл түбірдің таяқшасының алдына орналастырамыз. Жаңа 1849-дан 16 санын азайттық және 2 шықты 49 санның қасына түсірдік. 4 санын жазып қойған болатынбыз. Енді 249 сан шықты, 8-ші таяқша бар және түбірдің таяқшалары бар. Осы түбірдің таяқшалары арқылы біз диагоналдарын өзара біріктіріп, еселіктерін жазып шығамыз. Ең бірінші бізде 81, келесі 164, келесі 249, келесі 336, 425, 516, 609 және 704, келесі бізде 10801. Енді осы 249 санын осы қатардан іздейтін боламыз. Қарасақ, міне дәл өзі тұр, бұл бізде 3-ші қатардың саны. Осыдан 249 азайтам, 0-ге дейін есепті шығардық және 3-ші қатар болғандықтан 4-тің қасына 3 санын жазамын. Сонда 1849-дан бізде түбірден 43 шығады екен. Енді одан да үлкен сандарды шығарып қарастырып көрейік. Мысалы, түбірдің астында болсын 466.489. Түбірсі жазып алайын және мен бұларды жұптастырамын. Бұлар өзара жұп, ешқандай нөлін тіркеудің керегі жоқ. Енді ең алғаш 46 санына қараймыз да бірінші таяқшадан іздейміз. 46 санына жағып бізде міне осы аралықта орналасқан және 6 санын аламын. 6 санның оң жағын жазып қойайық. 6-ші қатар болғандықтан 36-ны азайтамын. Бізде 10 шықты. Келесі жұпты қасына түсіремін. Енді бізде 6-ші қатарды алғандықтан 36-ші санды азайттық және келесі бізде 1-12 деп тұр. Сонда бізге 12-ші таяқша керек. Бұл таяқша яғни 1-2-ден құралған. 1-2-ші таяқшаны алдық және ол түбірдің алдында орналасады. Келесі бізде екінші жұпты түсірдік, 1064 болды. 1064. Енді одан кейін мына өзара диагональдарды біз біріктіріп жазуымыз керек. Жазайық. Бірінші бізде 1, 2, 1, келесі 4, 4, 2, келесі 9, 6, 3, келесі 6, 9, 4,
келесі 5, 2, 6, келесі 6, 5, 7, келесі 9, 8, 8, келесі 4, 12, ойдағымен 1, 9 және ойдағымен 10 болады. Келесі ең соңғысы 16, 1, 10, 11. Және есептерін жаздық. Осы 1064 санын осы қатардан қай аралықта жататынын іздейміз. Көріп тұрғанымыздай, бұл бізде міне 8-ші және 9-ші таяқшаның арасында, сондықтан 8 санын 6-ның қасына тіркеп жазып қоямын. И осы саннан 1024-ті азайтатын боламын. Шыққан сан бізде 40, келесі мен жұп санды түсіретін боламын қасына 4089. Енді 8-ші қатарды жаздым және 1024 болды, оның қасында 16 деген сан тұр. Біз бірінші 12 деген таяқшаны түсірген болатынбыз. Енді қасында тағы бізге 16-шы таяқшаны қолдан деп тұр. Біз 10 бірлік 10-ға жылжимыз да бір қадам 16 деген санды аламда өзара қосамын. Келесі, яғни мен таяқшаның ретін анықтауым керек. Сонда қосатын болсақ 1, 3, 6. Сонда мен келесі қадамға 4089-ға мен 1 және 3 және 6-шы таяқшаны қолданады екенмін. Осы таяқшаны ашайық. Міне ол түбірдің алдына қарай кетеді. Бізде ең соңғы сан 4089 болды және 6, 8 деген сандарды қолдандық. Енді осы кездегі таяқшалардың диагоналдар санын өзара біріктіріп жасайық. 1, 6, 3, 1. Келесі 4, 2, 7, 2. Келесі 9, 8, 10, bir oyda 4. Келесі 6, 5, 4, 5. Келесі 5, 2, 8, 6. Келесі 6, 9, 11, ойдағымен 1. Және 8 болды. Келесі 9, 6, 5 и 9. Келесі 4, 4 ойдағымен 1, 4-ке 4 болса 8, 9 болады и 10. Ең соңғы қалған бізде 1, 12 ойдағы 1 мен 12 ойдағы 13, 1 ойда тағы да 9-ға 2 болса 11 ойдағымен 12. Енді осы қатарда мен 4089 деген санды іздейтін боламын. Ол міне өзі нақ өзі бар. Бұл бізде 3-ші қатарда орналасқан. Сондықтан 4089-ды азайтам, 0-ге дейін әрекет еттік, енді мына жерге 3 деген санды жазатын боламын. Сонда бізде есепте 466.489-дан түбірден 683 саны шығады екен. Назарларыңызға рахмет.